Үйден шықпайық, салық төлеуге болатыны жайлы біліп пе едіңіз? Жыл басынан бері Мемлекеттік кірістер комитетінің салық мобильді қосымшасында салық әмияны қызметі іске қосылды. Ал енді артықшылықтарына тоқталсақ. Әуелі, жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлер салық әмиянын толтыру арқылы балама салық төлеу мүмкіндігі бар. Салық әмиянынан ақша декларацияларды, есептеулерді, уәкілетті органдардан ақпаратты ұсыну кезінде салық міндеттемелері туындаған тиісті салықтарға автоматты түрде қосылады. Ал артық төлемді басқару арқылы артық не қате төленген салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді қайтарып алу ыңғайлы. Сонымен қатар, мүлік салығы, жер салығы және көлік құралдары салығы бойынша мәліметтерді қарай аласыз. Жеке тұлғалардың салық салу объектілері туралы ақпаратты түзету және жаңарту туралы электрондық өтініш беру мүмкіндігі және бар. Тағы бір ерекшелігі комитеттің екінші деңгейлі банктермен бірігуінің нәтижесінде салық төлеудің ыңғайлы және қарапайым қызметтері енгізілді. Азаматтар ағымдағы және алдағы жылғы бюджетке салық міндеттемелерін әр мемлекеттік кірістер органы бойынша ақпарат алуға қол жеткізеді. Айта кету керек, салықтарды төлеу туралы ақпарат екінші деңгейдегі банктерден онлайн режимінде 2 минут ішінде келіп түседі. Бұл сізге мемлекеттік қызметтерді жылдам көрсетуге, жеке бет есептерден тиісті ақпаратты ұсынуға және шоттардан бұғаттарды уақытылы алып тастауға мүмкіндік береді. Қаперіңізде болсын, салық әмиянымен төленген салықтарға комиссия салынбайды.